Ар жақты бір көрсетсек болады. Мынау шығып тұрған арматурадан айтамыз көп жерде. Мына жерді айтып кетсек болады, айтпақшы. Қанша жұмыс істедік қой, айтайық та. Давай. Не үшін жасадық ол процесс? Мына жерде не болады? Ертең HPL панель жабысатын біздің конструктивный частьтің бүкіл нагрузкасы сол бір өзі алатын болғаннан кейін. Бұл жерде не айтамыз ғой, рулонный рубероид горизонтальный, вертикальный кейбір кезде істеп жатады. Ол да вариант. Қазір плита бітті. Монолитный зоналары қалды бізде. Колоннаның орындары ашық қалды. Құдай қаласа үстіп қазір біз уже нөліне жетіп қалдық. Қазіргі этап. Алдағы уақытта толық детально осының барлығына этаппен бөлісетін боламыз. Соны барынша байқатпай сіздерге күшті ақпаратпен бөлісу үшін түрді жинап, эмоцияны көрсетпей ұрып жатыр ракең. Бізде қазір фундаментке қатысты ең маңызды жұмыстарымыз бітіп, ары қарайғы не болып жатыр? Дәл қазір плитаға қатысты қандай процедуралар болып жатыр, Раке? Өзің бір кішкене толықтырып кетсең, осыған қатысты ақпараттар. Біз қазір полный подвалдың фундамент біттік. Көріп жатсыздар, кран жұмыс істеп жатыр, плита қойып жатырмыз. Біз плитаға дейін қандай жұмыстар жүргізілді, мына жақта көрсетіп кетсек болады. Подвальный часть болған үшін біз полный екі слой гидроизоляция жұмысын істеп шықтық бұл жерде. Одан кейін дополнительный тройка пеноплекспен утепление істедік. Егер де гидроизоляция бір слой істеп, одан кейін тағы да қосымша шығын істейтін болсаңыз, ол кезде біз екі слой рулонныймен шахмат образный қылып істеп шығуға болады қосымша. Горизонтальный, вертикальный. Горизонтальный, вертикальный ұрып шығуға болады. Одан кейін айтатын болсақ, мына жерде бізде терезелер, біз высотаны өткендегі алдыңғы видеоларда айтып өттік қой. 90 сантиметр бізге биіктік керек. Біз қазір 22 сантиметр плита, одан кейін 68 сантиметр фундаментіміз түсетін болса, одан бастап уже брусчатканың уровені кетеді бізде. Ал терезелерімізде прямоктар болады. Яғни бұл жерге кейіннен дополнительный бір кішігірім навес істейтін боламыз. Мына жерге жарықпен не түсу үшін біз үлкендеу істедік терезелерді. Естественно, вентиляция, естественно, освещение, толығырақ болу үшін. Жақсы. Қазір плита бітті. Монолитный зоналары қалды бізде. Колоннаның орындары ашық қалды. Бұдан кейінгі процесс не болады бізде ары қарай? Так, бұдан кейін біз полный пояс обвязки құятын боламыз. Мына жерлерде ашық тұрған жерлердің барлығына монолитный участоктар құйылады. Одан кейін мына жерге пояс обвязки, бұл как положено 12-лік арматурамен каркас тоқылып істелетін болады. Одан кейін мына жерде арматураларды көріп тұрсыздар. Көп жерлерде осы арматураларды негізі қолданбай жатады. Кейбіреулер кесіп жатады, болмаса біреулер майстер қоя салады. Бұл арматураның функциясы мына жерде келген пояс обвязкінің арматурасына бірге байланып кету керек. Конструкцияға қосып жібереміз ғой? Конструкцияға қосып бірге құйылып кететін болады. Одан кейін тағы не бар еді айтатын? Алдын ғой. Біздегі алдында бүгін жасалған трамбовка туралы да бір кішкене ақпарат беріп кетейікші. Не үшін біз сонша шығын шығардық бұл жерге? Не үшін осыншама толық процедуралар жасалып? Мына жерде қазір өздеріңіз байқасаңыздар болады, мына жерде толық татрамен жаңағыдай ауыр жүк көлігі жүргенін байқауға болады мына жерде. Осы туралы Раке ақпарат беріп жүріңізші. Бұл туралы айтатын болсақ, біз өткен алдыңғы нелерде мына жерді көріп байқасаңыздар ашық болғандықтан бұл жерді қазған себебіміз бізде мына төңіректе ертең колонна стойка түсетін болады квадратный турбадан. Ол үстінде балкон және де жоғарыда крышаның нагрузкасының бәрі осы жерде түскен үшін, одан кейін мына жерде подушка мен ленчатый фундамент жүреді террасаның. И ар жақта да сондай болады. Терраса мен крыльцо болады. Крыльцо болады. Сол үшін де біз мына жақтың барлығы зданиядан бөлек болмасын деп, зданияның котлованымен бірге қазып, послойный трамбовка істеп келе жатырмыз. Әдемі. Құдай қаласа үстіп қазір біз уже нөліне жетіп қалдық қазіргі этап. Бұдан кейінгі этаптар кішкене тезірек жүретін болады, и ол еще қызығырақ болады. Бөлісеміз алдағы уақытта. Алдағы уақыттағы бірінші қабаттың уровеньде тұрмыз. Тура мына жерде бізде лестничный клеткамыздың орны. Раке, осы лестничный клеткаға қатысты қандай процедуралар болады? Соған кішкене ақпарат. Так, бізде мына жерде лестница болады. Біз астына мына жерді қазып, лестницаға бөлек подушка құятын боламыз. Өйткені мына жердегі салмақтың барлығы соған түседі. Сол подушкадан бастап арматуралар шығады бізде. Одан кейін ол келіп, мына төңіректен примерно айтып жатырмын. Осы жерлерден скрытый ригель құйылады. Яғни плитаның уровеньмен бірдей қылып, сол мына жақтан лестницадан келген салмақ мына жаққа мінетін болады. Мына жерден жалғасады ригель, былайынан құйылады.